Жорда маған бір үлкен кісі, осы философияның үлкен маманы, өте үлкен маманы, маған былай дейді: Гарифолла, сен қазақша ойлау бар деп жүрсің. Қазақша ойлау деген жоқ, ол ұят болады, олай айтпа дейді. Шын айтамын, қалай қазақша ойлау деген болмаса қалай болады? Қазақтың лексикасы болса, тілі болса, мақалы болса, мәтелі болса, жырлары болса, дастандары болса, ертегілері болса, ой саналары болса, тәрбиелік жүйеге салған нақылдар болса, оның бәрі ойлау жүйе ғой енді. Әлемдік ойлау ғана бар дейма сонда? Сонда ол кісілердің ойлауы қазақты төмен санайды ғой. Немісше ойлау бар, бірақ қазақша ойлау жоқ. Орысша ойлау бар, бірақ қазақша ойлау жоқ. Сонда бізде әліңге шейін тұрған нәрсе қазаққа ойлауды беру, бермеу дегенді саудаға салып отыр. Олар, ондай адамдардың сөзі бізге қажет емес. Қазақша ойлау болған, сонда қазақша дүние таным болған. Осы дүние танымды енді философиялық ілімге айналдыру мәселесі бар, зерттеу. Қазақтың даналығын біз осы уақытта қаншалықты таныдық? Қазақтың даналығы. Сол қазақтың даналығын енді зерттеу бар. Осы қазақтың даналығын зерттеу деген философия ғылымының үлесі.